Нөмір 1 облыстық перинаталдық орталықта Шардара ауданының тұрғыны 43 жастағы Орынкүл Нұрабаева үшем дүниеге әкеліп 11 баланың анасы атанды. Ұлдардың салмағы 2265 грамм, 2455 грамм, 2405 грамм. Үшемдер мезгілінен ерте туылғандықтан дәрігерлердің қатаң бақылауына алынған. Қазіргі таңда ана мен нәрестелердің жағдайы жақсы. Бүгін сәбилер мен анасы перзентханадан үйлеріне шығарылды. Жалпы өңірде биылғы жылдың 6 айында 22.638 бала дүниеге келген. Облыста 22 перзентхана қызмет көрсетеді. Босандыру ұйымдарында 319 акушер-гинеколог, 89 неонолог, 101 анестезиолог, реаниматолог жұмыс жасайды. 165 акушер-гинеколог ота жасау дағдыларын меңгерген. Айта кетейік, 2025 жылдың басынан бері нөмір 1 облыстық перинаталдық орталығында 4050 нәресте дүниеге келген еді. Оның ішінде 72-сі ірі егіздер. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 231 балаға көп. Айта кетейік, бұдан бұрын Шымкентте Мерием, Расул, Гамзат есімді үшем дүниеге келген болатын.